кезде ұстап отырыңдар бір бөлмеде. Құлақ қамасын, қолына ауыртып, бетін жырып алып, или там жылап қалып, ондай болмас үшін ұстап отыру керек бұны. Или қырғыз елі. Мен мынандай қырғыз бірінші рет көрдім. Қырғыздар намысшыл да, айтқан істейді олар. Мен білетін қырғыздардың бәрі сондай, мынау ғана сондай, андай ғой. Секіріп кете салады, істемей қоя салады, бойға шықпай қояды, көп сөйлейді, одан кейін аумен болып кетеді. Мынау ғана. Мынаны айтыңдар. Намысың бар шығар, келістің ба, шық деп. Шық деп отырып шыққызу керек мынаны. Шықпай қалса, мына рилс сохранить етіңдер. Бойдан шықпай секіріп кететін болса, енді білмеймін, гражданствосын алып қоясыңдар ма? Бірдеңе істеңдер, бірдеңе қылып наказать ету керек, болмай кетті уже. Бұл әбден бар ғой уже. Анамен хайповать етті, мынамен хайповать етті, жоқ болып кете беруді сәнге айналдырды бұл. Сондықтан бұған қарап отыру керек, достар.